YouTube туралы 10 дерек. YouTube Google-ға тиесілі американдық онлайн бейне бөлісу платформасы. Бүкіл әлем бойынша қолжетімді, оны 2005 жылы 14 ақпанда PayPal компаниясының бұрынғы 3 қызметкері Стив Чен, Чад Херли және Джавед Карим іске қосты. Штаб-пәтері Сан-Бруно қаласында, Калифорнияда, Америка құрама штаттарында. Бұл Google Search-тен кейінгі әлемдегі ең көп кіретін екінші веб-сайт. YouTube-тың ай сайынғы 2,5 миллиардтан астам пайдаланушысы бар. Олар күн сайын 1 миллиард сағаттан астам бейнелерді көреді. Екі мың 2019 жылдың мамыр айындағы жағдай бойынша бейнелер платформаға минутына 500 сағаттан астам мазмұн жылдамдығымен жүктеледі. Ал 2021 жылы барлығы шамамен 14 миллиард бейне болды. Екі мың 2006 жылдың қазан айында YouTube-ты Google $1,65 миллиард, 2023 жылы $2,31 миллиард баламалы сатып алды. Google YouTube-тың тек жарнамадан табыс табу бизнес үлгісін кеңейтіп, фильмдер және YouTube үшін жасалған эксклюзивті контент сияқты ақылы контентті ұсына бастады. Сондай-ақ ол YouTube премиум ұсынады, мазмұнды жарнамасыз көруге арналған ақылы жазылым. YouTube Google-дың AdSense бағдарламасын біріктіріп, YouTube және мақұлданған контент жасаушылар үшін көбірек табыс әкелді. 2022 жылы YouTube-тың жарнамадан түскен жылдық табысы $29,2 миллиард дейін өсті. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда $9 миллиард астам жоғары. Google оны сатып алғаннан бері YouTube негізгі веб-сайттан тыс мобильді қолданбаларға, желілік теледидарға және басқа платформалармен байланысу мүмкіндігіне айналды. YouTube сайтындағы бейне санаттарынан музыкалық бейнелер, бейнеклиптер, жаңалықтар, қысқа және көркем фильмдер, әндер, деректі фильмдер мен тизер трейлері, тікелей трансляциялар, влогтар және тағы басқа кіреді. Контенттің көпшілігін жеке адамдар, соның ішінде ютубер және корпоративтік демеушілер арасындағы ынтымақтастық жасайды. Назарларыңызға рахмет.